Бір кездері Қызылорда облысының Шиелі ауданында бүгінгі Ақмая мен Бидайкөл ауылдарының маңында мешіт ашып, ел ішінде шариғат үкімін жүргізген Қален атты молда болған. Ол кісі жайлы деректер көп сақталмаған. Қален молданың Қарнақ медресесінде шәкірт болып жүрген кезі. Бір күні ұстазы келіп барлық шәкірттерді жинайды. Сөйтіп бір жерге хат апару қажеттігін айтады. Ал баратын жер атпен жортқанның өзінде бір күн, бір түн жолға кететін қашықтықта орналасқан екен. Содан болу керек, әйтеуір ешкім хатты алып баруға емеурін таныта қоймайды. Тек бар шәкірттің ішінен Қален молда ғана баратын болып келіседі. Алайда ол бұл хатты біршама уақыттың ішінде тез апарып қайта оралады. Ұстазы қысқа уақыттың ішінде қалайша тез апардың деп сеніңкіремей, артынан кісі жіберіп тексерткен. Бірақ хат діттеген орнына жеткенін білген ұстазы Қален молданың тегін адам еместігін, оның әулиелігі бар екендігін айтады. Уақыт шіркін зымырап өте береді. Шиеліге 1970 жылдардан кейін уран өндірісімен айналысуға арнайы геологиялық бағытта жұмыс жасайтын экспедициялар келе бастайды. Сол шақта уран аламыз деп жердің қойнауын зерттеуге кіріскенде бір түрлі адам сенгісіз оқиғалар болған. Жерді бұрғылап қанша тессе де, түнде бүкіл құрылғылар мен құбырлар быт-шыты шығып бұзылатын көрінеді. Ешкім еш нәрсені түсінбейді. Содан не керек, түнде жұмысшылардың барлығы шығып аңдымаққа бекінеді. Сөйтсе қолында аса таяғы бар ақ киімді кісі олардың барлығын тырқырата қуыпты. Бұл оқиға бірнеше рет қайталанған. Ақыры болмаған соң басшыларына мәлімдепті. Алайда оларда ештеңе істей алмайды. Жұмысты ары қарай жүргізу керек. Содан осы маңдағы ауыл аймақты аралап, мұның не екенін сұрай бастайды. Көненің көзі болып қалған қариялар бұл маңда Қален молданың мешіті болғанын айтады. Геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу үшін мешіт орнын қоршап арнайы белгі соғады. Содан кейін ғана тылсым оқиғалар тиылыпты. Қален молда мешітінің орнына соғылған белгіні Шиелідегі кен орындарында жұмыс жасайтындар жақсы біледі. Бұлай өткендер Құран оқып дұға бағыштамай кетпейді.